Ассалаумағалейкум, құрметті арнамыздың көрермендері. Біз бүгін Талдықорған қаласы Астер автоға келіп отырмыз. Сіздердің назарларыңызға осы жердегі толық мәліметті осы жерден біліп алсаңыздар болады. Достар, біз мына Астер автоға келіп отырмыз. Астер авто 2017 жылғы мына жерде кроссовердің ішінде жақты көріп тұрмыз. Қытайлық автокөлік 4 миллион 990 мың теңге, жүрген жүрісі 209 мың шақырым жүріп тастаған екен. Осындай ақ түсте көліктің жағдайы осындай, көріңіздер, хабарласыңыздар. 2012 жылға Nissan Qashqai келесі автокөлігіміз, бензин 95 мың шақырым жүрген дейді, 7 миллион 200 сұрап тұрған бағасы. Достар, мен тек қана алды жағынан түсіріп жатырмын, өйткені автокөлік көп, бұның бәрін түсіріп сегізу мүмкін емес. 2007 жылғы BMW автокөлігі X5 автомат қорап, бензин 4-8 қозғалтқышымен деп тұр, 396 мың 133 шақырым жүрген, 6 миллион 390 мың теңге. Бұл автокөлікке сұрап тұрған бағасы. Көліктің жағдайы осындай. Тағы да бір Nissan Qashqai 2013 жылға, бензин 1.6, 120 мың 681 шақырым жүрген, 6 миллион 990 мың. 2015 жылға Renault Duster механика қорап, 4 миллион 750, 395 мың шақырым жүріп тастаған екен. Автокөлік капотын ашып қойыпты. Көліктің жағдайы осындай, төбесінде рейнингі бар. Қасында тағы да бір Renault Duster 21 жылға 8 миллион 990 сұрап тұрған бағасы, 82 мың шақырым жүрген екен. Бензин, қозғалышы 2, төбесінде рейнингі бар. Екі мың жетінші жылғы Subaru Forester автомат қорап, газ, бензин, 2 қозғалышымен 517 мың шақырым жүрген екен, 5 миллион 600-ге. 2012 жылға Nissan Juke автомат қорап, бензин 1.6 қозғалышымен 108 мың 320 шақырым жүрген, 6 миллион 690 мың сұрап тұрған бағасы. Екі мың жиырма екінші жылға JAC автокөлігі механика қорапта, бензин 2 қозғалышымен 33 мың 25 шақырым жүрген, толық жетекте автокөлік, 11 миллион 250 мың. Автокөлік пикап. Алдымызда 2018 жылға Niva автокөлігі, толық жетектегі, бензин 1.7 қозғалышымен 129 мың 969 шақырым жүрген, 2 миллион 500-ге. Тағы да бір Niva қасымызда 2018 жылға, толық жетек, механика қорап, бензин 1.7, 87 мың 827 шақырым жүрген, 3 миллион 240 мың. Келесі көлігіміз Chevrolet Nexia механика қорапта, 2021 жылғы шыққан, бензин 1.5 қозғалышымен 30 мың 106 шақырым жүрген, 4 миллион 990 мың. Келесі көлігіміз Lada Vesta 2020 жылға, Vesta Cross автомат қорап, бензин 1.6 қозғалышымен 62 мың 612 шақырым жүрген, алдыңғы жетек 7 миллион. Автокөлік универсал. Екі мың 18 жылға Vesta механика қорапта, бензин 1.6
148 мың шақырым жүрген, 4 миллион 590 мың. Екі мың 12 жылғы Subaru Legacy автомат қорабымен газ бензин 2.5 қозғалысымен 324 мың шақырым жүрген, 6 миллион 890 мың. Екі мың 16 жылғы Peugeot 301 механика қорабымен бензин 1.6 қозғалысымен 150 мың 632 шақырым жүрген, 4 миллион 250. Екі мың 14 жылға Daiwa Sentra автомат қорап бензин 1.5 145 мың шақырым жүрген, 3 миллион 800. Екі мың 16 жылға Subaru Impreza автомат қорап бензин 1.5 244 мың шақырым жүрген, 3 миллион 990. 2015 жылға Hyundai Elantra бензин 1.6 175 мың шақырым жүрген, 6 миллион 790. Келесі көлігіміз Hyundai Accent 21 жылға Accent механика қорабымен бензин 1.4 қозғалысымен 47 мың 801 шақырым ғана жүрген екен, 6 миллион 700-ге бағасымен. Audi A4 2015 жылға Audi A4 автомат қорабымен бензин 1.8 қозғалысымен 178 мың шақырым жүрген, 6 миллион 700. Жиырма бірінші жылғы Chevrolet Cobalt назарларыңызда автомат қорабымен бензин 1.5 қозғалысымен 86 мың 312 шақырым жүрген, 6 миллион 480 мың. 2019 жылға Lada Granta назарларыңызда механикалық қорабымен бензин 1.6 201 мың шақырым жүрген, сұрап тұрған бағасы 3 миллион теңге. 2007 жылғы Mitsubishi Pajero автомат қорабымен газ бензин 3 қозғалысымен 275 мың шақырым жүріп тастаған, 6 миллион 800. Екі мың 15 жылға ВАЗ Lada Kalina автокөлігі механика қорапта бензин 1.6 қозғалысымен 177 мың шақырым жүрген, бағасы 2 миллион 800 төбесінде, рилингі бар. Өте шағын автокөліктердің бірі. 2013 жылға Kia Rio механика қорабымен бензин 1.6 215 мың шақырым жүрген, 5 миллион 385. 2014 жылға Skoda Rapid механика қорабымен бензин 1.6 қозғалысымен 258 мың шақырым жүрген, 4 миллион 930. Екі мың 15 жылға Renault Sandero механика қорабымен бензин 1.6 547 мың шақырым жүрген, 3 миллион 390. Тағы да бір Lada Kalina'ны көріп тұрмыз. 2014 жылға ВАЗ Lada Kalina механика қорапта бензин 1.6 қозғалысымен 677 мың шақырым жүрген, 1 миллион 800. Екі мың 8 жылға Nissan Tiida механика қорабымен бензин 1.6 250 мың шақырым жүрген, 3 миллион 690.
2013 жылға Largus One механика қорабымен бензин 1.6 210 мың шақырым жүрген 2 миллион 350. 93 жылғы Mitsubishi Galant назарларыңызда, механика қорапта, бензин 2 қозғалышымен 281 мың 492 шақырым жүрілген, 890 мың теңге. жылғы Toyota Carina E механика қорап, бензин 1.6 қозғалышымен 383 мың 394 шақырым жүрілген, 1 миллион теңге. Сонымен достар, біз бүгін Талдықорған қаласындағы Астер автодағы видео түсіріліміміз осындай болды. Видеоның астына лайк басып, видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, және арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар, және өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып отырыңыздар. Ал біз келесі кездескенше аман сау болайық.